өлген соң не болады? Өліп көрмедім, айта алмаймын ғой. О дүниеде не бар? Ата бабамыздың әруағы бар да. Өлім періштесі келіп, кәпірдің жаны деп, сенің жаныңды қинап алады екен. Оны кім айтты? Біраз бұрын уағызда айтты ғой, уағызшы. Ал енді сол уағызшының өзіне өлім періштесі анекдот айтып, күліп ойнап келе ме екен? Білмеймін. Жоқ, жан беру оңай дейсің ба? Енді өлім періштесінің мен тұрмақ өзіне қалай келетінін білмей жатып ол. Жұртқа білгірсін, көлгірсімей-ақ қойсыншы сол. Енді ол уағызшы дұрыс қой, ол адамды имандылыққа баулып жатыр ғой. Баулса не болыпты? Қандай имандылық? Адамдарды Құдайға сендіру үшін. Солай ма? Сонда Құдай маған сеніңдер деп айтып па? Әрине. Құдайға сенуіміз керек қой. Ал енді біз Құдайға сенбесек, біз демей-ақ қояйын, өзімді айтайын. Мен Құдайға сенбесем, Құдайдың іші кеуіп кете ме? Жоға, астапыралла. Бірақ Құдай ашуланады. О кісіңде бір шикөкке бозбала сияқты біреу екен, ашу мұрнының ұшында тұратын. Ашуланса не қылады? Жаман болады, апат келеді. Апат айтып келе ме? Жоқ, айтпай келеді. Апат тек кәпірге ғана бара ма? Жоқ, апат бәріне бара береді. Онда болса Құдайға сенгеннен не пайда? Ақыры бәріне барады екен. Сенетінге де барады, сенбейтінге де барады апат деген. Енді Құдайға сенсең, ана дүниеде бақытты боласың ғой. Оны қайдан білдің? Уағызда айтты. Сен өзі уағыздан басқа не білесің? Бір кітап оқып көрдің бе? Енді оқыдық қой мектепте. Жарайды, енді сол уағызшың өзі ана дүниені көріп кеп па барып? Жоқ, кітапта жазылған ғой. Кімнің кітабында жазылған? Кімнің болсын? Құдайдың кітабында жазылған. Сонда Құдай кітап жазатын ақын жазушы ма не? Жоқ, Құдай пайғамбарға айтып тұрған ғой, пайғамбарға айтқан, сөйтіп пайғамбар жазған. Енді пайғамбар, сонда пайғамбар кітап жазған ба? Жоқ, ол кісі жазбаған, негізі. Сонда ол кітапты кім жазған? Құдайдың кітабын кім жазған сонда? Оны сахабалар жазған, бірақ олар көшіріп жазған. Сонда бұл кітап сахабалардың қолынан шыққан кітап па? Енді Құдайдың сөзін сахабалар көшіріп жазғанда, пайғамбардың аузынан естігендерін жазып алып, соны көшірген. Енді сахабалардың өздері айтты ма, біз көшіріп жаздық деп? Жоқ, ол атам заманда болған нәрсе ғой енді. Оны ғұламалар айтқан, сахабалар көшіріп жазды деп. Құдайдың кітабын сахабалар көшіріп жазды деп ғұламалар айтқан, ғалымдар айтқан. Ғалымдар айтқан. Жарайды. Ал енді сахаба дегенің сол өзі адам ба өзі? Сахабалар деген ол тарихта болған асыл адамдар ғой ол. Демек кітапты жазғандар адамдар екен ғой. Жоқ, Құдай жазған кітапты. Осы Құдайыңды қызық осы жазатын болса, ақыр кітап жазғыш болса, аспанға ма, сондай бір жерге жазып қоймай ма? Адамның қолы жетпейтін жерге. Болмаса адамның қолы тиген соң білесің ғой, коррупция болады. Бармақ басты, көз қысты, туысқанына, ағайынына қарай бұрып кетеді. Сөз деген жарықтық сондай ғой, керегіне қарай бұрмалап ала береді ғой адамдар. Жоқ, ол бұрмаланбаған, ол кітаптың бірде-бір әрпі ауыспаған. Сол қаз қалпында тұр. Қаз қалпында ма? Соның қаз қалпында екенін сен өзің басында қарап тұрдың ба, ауыспағанын? Жоқ, ғұламалар айтқан ғой, ауыспаған деп. Сонда бір әрпі өзгермей сол келген ғұламалар көріп тұрған ба? Жоқ, ғұламалар көрмеген ғой, енді ғұламалардың қолына кітап болып тиген ғой ол. Ал енді сұрақ, ғұламалар көктен алған ба сол кітапты? Жоқ, әлде бір адамның қолынан алған ба?
Адам көшірген кітап адамнан адамға өтіп жатыр. Самауырынды су алды дегендейін, Самарқанды су алды болып жатыр емес пе мынау? Жоқ, олай емес негізі. Құдайдың өзі біледі. Қалай жазса да Құдайдың өзі біледі. Құдайдың жұмысында шаруаң болмасын сенің. Сондай ма? Олай болса мен де өзім білем. Менде де шаруаларың болмасын. Саған бір сұрақ қояйыншы. Осы мені кім жаратты? Бәрімізді Құдай жаратты ғой. Енді осы мені бәрімізді Құдай жарататын кезде менен сұрады ма? Әй, сені жаратайын ба, жаратпайын ба? Жаратылуға бұлай нең қалауың ұрт тұрма деп сұрады ма? Ой, Құдай деген сенен сұрап жатпайды ғой. О, Құдай өзі қалайды, өзі істейді, өзі қояды, өзі біледі. Өлтіре ма, тірілте ма, жарата ма, жаратпай ма? Солай ма? Енді о кісі өзі білетін болса, мен де өзім білем. Сенем бе, сенбейм бе? Жо, тұра тұр, сен Құдай ұрып кетпесін, байқа, Құдай ұрып кетпесін. Мені ме? Құдайға қарсы шығып жатсың сен. Құдайға қарсы шыққаның үшін Құдай ұрып кетпесін. Мен не деп қарсы шықпын? Кітапты аспанға жазбай ма, сенем ба, сенбейм ба, өзім білем деп. Құдай деген өзі біледі, не істейтін, не қоятын өзі біледі. Солай ма? Құдай саған айтты ма, не істесем де өзім білем деп. Жоқ ғой, енді Құдай болған соң бәрін біледі ғой, ол бәрін айтады, ол бәрін біледі Құдай. Енді сол Құдайың бәрін біліп тұрса, оған кітап жазып не керек? Есінде сақтай бермей ме, жазбай-ақ? Жоқ ғой, ол кітапты біздер үшін жазған. Яғни осы адамдарды адасып кетпесін деп, сол кітапты көктен түсірген. Көктен кітап түсірген. Сонда көктен кітап түсе ма не? Құдайдың құдіретімен түседі ғой. Сонда көктен кітап түсіп жатқан сен көріп тұрдың ба? Ол қалай, парашютпен ба, қалай сонда? Ол дирижабльмен түсе ма, қалай түседі? Жоқ, олай емес. Көктен ол солай түседі, періштелер алып келеді. Көктен 4 кітап түскен, көктен жерге түскен сол кітаптар. Енді соны түсіп жатса біреу көрген шығар енді. Оны көріп жатудың қажеті жоқ, біз көрмей сену керекпіз оған. Көрмей кітап түскеніне сену керекпіз. Енді Қытайдан товар алғанда да көрмей сеніп ала берсейші онда. Шатастырмашы сен. Дін деген ол товардан жоғары нәрсе. Ол дін деген ол рухани нәрсе, ол Құдайға сенім дейді оны. Енді Қытайдың товарын өзің тексеріп алады екесің да, бәрін біртіндеп тексеріп алады екесің товар алсаң. Бірақ рухани байлық, дін деген нәрсені алатын болсаң, тексермей көзсіз сеніп ала береді екесің. Енді бұл дін деген біз, бұл Құдайға сенім деген, біз оны қабылдау керекпіз да. Қабылдау керексің ба? Оны кім айтты саған қабылдау керексің деп? Енді жаңа көктен түскен кітапта жазылған ғой солай. Бер қараш, бер. Көктен күн сәулесі түседі, жаңбыр, қар, бұршақ пен найзағай түседі. Соны көрдің бе сен? Көреміз ғой. Аспаннан күннің сәулесі түседі, жаңбыр түседі, бұршақ, бәрі түсіп отыр аспаннан. Ал енді аспаннан кітап түскенін көрдің бе? Жоқ ғой, аспаннан кітап. Жоқ, енді о Құдайдың құдіреті ғой енді. Жарайды, Құдай кітап жазды дей салайықшы. Енді сол кітапты біздер үшін жазса, соны адамның қолы жетпейтіндей етіп жазбай ма? Бәріміз оқи алатынбыз, ол кітапты бәріміз оқи аламыз. Бірақ өзгерте алмаймыз. Міне Құдай өзі білетін болса, осындай қылып жазу керек еді кітапты. Тоқтай тұршы. Адамның бәрі оқи алатын кітап, бірақ ешқайсысы өзгерте алмайды. Көрдің бе досым? Мына өмірде біз оқи алатын, алайда оны көшіріп жазуды қажет етпейтін, біз қанша тырыссақ та өзгерте алмайтын кітап бар ма? Қалай ойлайсың?
Тамыр, тұра тұр. Бар секілді. Ол қандай кітап? Өмір кітабы. Сен ойыңша, өмір дегенде бір кітап па? Иә, өмір атты керемет. Адам айтса нанғысыз, балтамен де шауып өзгерте алмайтын кітап. Отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды. Өтіп кеткен беттерін дүниені қопарсаң да өзгерте алмайсың. Бәрекелді сабазым. Енді келдің. Ат айналып қазығын табар деген. Қазығыңа енді оралдың қазағым. Міне енді қазақ боп келесің. Не ғой, бір сұрағым бар еді. Айтшыш. Өлгеннен соң жанымыз қайда барады деп ойлайсың? Ата бабамыз бен әжеміздің қасына барады. Оны кім айтты? Солар кетті, біз де кетеміз. Оны айтатын несі бар? Осыған бас жету үшін диплом керек пе? Жоға, сәл басты қоссаң болды екен ғой, сонда жәннатта, тозақта жоқ па не? Барып көрмедім, досым. Өтірік айта алмайым. Уағызда ана дүниеде арабша сөйлейміз, бізден араб тілінде сұрақ жауап алады дейді. Соған не дейсің? Осыны айтқан адам барып көріп пе? Жоға, кітаптан оқып айтады ғой енді. Қай кітаптан? Өзгермейтін өмір атты кітаптан ба? Әлде адамның қолымен көшіріліп жазылатын кітаптан ба? Болды, түсіндім. Бізді емізіп жүр екен ғой,